Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз, жақсысыздар ма? Бізде енді кішкене жаңалықтарымыз бар. Енді сол туралы бөлісе кетейін деген. Өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің комментарға әркімнің өзінің пікірлерін жазыңыздар. И біздің каналға тіркеліңіздер, әдеттегіндей. Бізде енді біздің мақсатымыз, біздің жұмысымыз істеп жатқан оңтүстік Кореядан көліктерді алып келіп жатырық осы өзіміздің Қазақстанға. Ол көліктер жаңағы оңтүстік Кореядан Шиндау деген портқа, тағы да бір 2-3 порт бар, сол жерге келіп тоқталады. Содан бері негізі Қытай бізге транзит, ең арзан, ең дұрыс вариант, жақын, тез келетін сондай жолдарда Қытай арқылы. Енді Владивостокпен де көріп жатырық. Владивостокқа осы Қытайдың осындай проблемасы болған соң, ол проблема негізі қазір ақырында айтам, өзіміз создавать еткенімізді, қараңыздар. Так, Қытайда задержка болған соң, қазір Владивостокқа қарай бәрі кетті. Владивостокта да қазір өзінің программаны ауыстырған нелерде, Россияда, Владивостокта таможня программасын, соның ЖД жолын жасайтын да. Вот сол туралы қазір о жерде де үйіліп, очередь болып, қырғын болып жатыр Владивостокта да. Одан кейін Грузияға мынандай бар. Енді теңізбен барады ғой бәр нәрсе пароммен. Грузияға айына бір рет паром шығады. Машиналардың бәрін жинап, жаңағыда қанша 20-30 машинаны жинап, сөйтіп Грузияға салады. Грузиядан бері қарай әкелуге болады тралмен. Ал ояқтан бері қарай алып келейін десек, қысқыға орайға сәйкес келмейді. Өйткені үлкен қымбат машиналар тралдармен келеді. Трал жолда аударылуы мүмкін, перевалдар бар, не бір Қазақстанға келгенше. Сол сияқты ол нәрсеге рисковать етуге қазіргі жағдайда болмайды екен. Енді келесі жылға Құдай қаласа көреміз бір амалдарын табуға. Бірақ енді қазір жалғыз мен емес шырылдап жатқан қаншама кәсіпкерлер бар. Біздің реклама жасайтын көп нәрсе Қытайдан шығып жатыр. Почти мен айтсам, мысалы 85-90% сол Қытайдың заттарымен біз өзіміз не жан-жағымызға кіруге бәрі бар, соның бәрі Қытайдан келіп жатыр. Ал енді кезінде жаңағында енді мен Қытайға жақтасып жатқан жоқпын. Енді әркім өзінің түсінігін жазады ғой. Бізде жаңа Қытай кемесін, Қытай мынандай болсын, мұндай деп жаңағындай нәрселерді айтқан кезде, енді олар да бізге теріс қарап жатыр да. Теріс қарап, қазір Европаға күштерін салып, Европаға о жақ қымбат, о жақ жақсы, Европаны қазір тоқтатпай темір жол болсын, не болсын тауарларын бәрін өздері жеп жатыр. Енді бізде осының бәрін арғы зерттейміз ғой жаңағы. Не үшін осындай болып жатыр, неге осындай болып жатыр. Сол сияқты енді қазір қаншама кәсіпкерлер біздің министерствоға жазып, күніге бәрі письмосын, мынау біз темір жол қоймыз, фуралармен шығатын, қандай очередь, қандай нәрсе, әр неде жаңалықта бәр нәрсе болып жатыр қазір. Қиындық Қытайдан товар шығару. Қытай қазір бізге вообще товар ештеңе бермей қойсын, біздің экономикамыз әшейін кәдімгі жер болады да, действительно. Оны келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, комментарға жазып кетіңіздер. Тағы да сол сияқты қазір осы бұл бізді кінәлауға көп кінәламай қойыңыздар. Өйткені қаншама кәсіпкерлер біледі, қазір Қытайдан келіп жатқан заттардың бәрі өте қиын болып жатқанын, алдындағында оңай емес, былай бердің заказ, ертең келді деген сияқты өте қиын болып жатыр. Сол сияқты сол жаңалықтарды мен сіздерге бірге айта кетейін деген. Енді басқа жолдарында қарастырып жатырмық. Владивостокта, ол жерде де жаңа айтып жатырмын, ол жерде де пробка болды. Ол жақтан да сеткамен әкелуге ниет қылған едік. Олар вообще қаншама осы сайттан көріп, қаншама логистикаларға хабарластым, бәрі отказ беріп жатыр. Неге? Өйткені қиын, ешкім істегісі келмейді. Ал істеу үшін ол үшін баға қымбат беру керек. Мысалы $2000, $3000 жаңағы әкеп жатқан болса, соның өзінің үстіне бір машинаға $5000 сұрайды. Сонда ғана тез келеді, анау болды. Ол қымбаттаған сайын
ол қымбаттаған сайын бұл жерде машина да қымбаттайды, жол қымбаттап жатыр мысалы. Сол сияқты қымбатшылық қаяқтан шығып жатқан осы нәрседен байланысты болады негізі. Енді біздің көрші елімізде мысалы естіп жатырмық қой, өздерінде қазір Өзбекстанда мынау Қытайларды алып келіп, олар кезінде Россиядан көп адам көрген шығар. Россиядан жаңағыдай бытовой техникалар көп тасыды. Машина алып келеді, машиналардың үсттеріне мынандай байлап алған. Қазір Қырғызстанға да тасып жатыр сөйтіп. Барған сайын олар бос қайтпайды, бірақ сондайлармен алып келетін. Енді қазір қараңыздар, сол Қытайлармен келісіп алып келіп, завод салып, сондай нәрселердің бәрін, ақпараттардың бәрін алып, келісімшартқа отырған ғой, енді ол обязательно міндетті түрде болады. Келісімшартқа отырып, заводты қойып, бәрін үйреніп, көріп алған соң Қытайларды өздеріне жіберіп, өздері қазір егеленіп отыр мысалы. Соның бәрі біздің осы Қазақстанға, Шымкентке әкеліп жатыр. Шымкент емес, в общем, бәрі Қазақстанға. Сол сияқты Қытаймен дос болуымыз керек. Енді білем, бізде көп жағдай бар. Қытайда жүрген қазақтар бар. Осыларды қинап жатыр. Сондай болады. Енді ол нәрсені біз шешпейміз, сізбен біз шеше алмаймыз. Соны жоғары жақтағы кісілер шешеді. Вот сондай бізге енді өтініш қылатынымды бәріңіз өздеріңіз көріп отырсыздар. Бізге де сіздің көлігіңізді тапсырыс бергенде ертерек әкеліп беруге біз тырысамыз, бірақ біздің кінәміз жоқ, бірақ көлік аман-есен келуін келеді. И жалғыз біздің компания емес, менен басқа тағы да жаңа мені үйреткен жігіттер бар ғой. Азия тренинг или басқа тағы да Дәурен деген Атыраудың жігіті, Ақтаудың жігіті. Сол сияқты бәріміздікі сондай бір проблема. Жаңағыдай салыстыруға қажет жоқ. Сендердікі тез келіп жатыр, аналардікі тез келіп жатыр, біздікі кейін келіп жатыр, 2 ай 3 ай деген. Бәріміздікі бір қорада тұруын бәрі. Сол сияқты ондай әңгімелерде бізге звондап, айтып, ұрсып жатыр егелерді, жаңа көліктің. Соған өтініш, сабыр сақтап, аман-есен көлігіміз келуін соған ниет қылайық. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер комментарға. Кім қандай нәрсе айтады екен, көп нәрсе жаңағы Қытай туралы қалай болып жатқан. Кәсіпкерлер қазір өте қиналып жатыр. Қандай Кока-кола. Енді көп қой кәсіпкерлердің түрлері. Қытайдан келетін заттар, сырьолар қазір вообще бәрі жылап жатыр. Қандай банкрот, қанша ақша кетіп жатыр. Ал если Қытай вообще жау болатын болса, келіспейтін болса, онда біз вообще қиын ситуация болады бізде де. Соны білейік. Сол, құрметті ағайын, осы видео ұнаса, жан-жақтарыңызға таратып, комментарийға жазып, лайкты аямай, бізге қызылға подписать етіп, бірге болайық. Жақсы, сау саламат болыңыздар.